Комплекс сандар. Комплекс сандар қысқаша айтқан кезде ол бізде и квадрат тең минус 1-ге тең деген сөз. Мысалы, квадрат теңдеу келтірейік осындай. Осы теңдеуді шығарған кезде бізде x квадрат тең болады минус 1-ге. Квадрат кез келген нақты санның квадраты минус санға тең бола алмайды, сондықтан біз жазамыз нақты түбірі жоқ деп. Нақты түбірі жоқ, бірақ оның комплекс түбірі бар. Комплекс түбірі бар. Жазып қойдық. Әрі қарай осы теңдеуді шығаратын болсақ, x квадрат бізде и квадратқа тең, өйткені и квадрат минус 1 ғой. Әрі қарай x тең болады плюс минус түбірден и болып шығады. Яғни бұның комплекс түбірі плюс минус и. Енді қараңыздар, натурал сандар z бүтін сандарға тиісті, бүтін рационал нақты сан. Нақты санның бәрі комплекс сан. Шеңбер түрімен көрсететін болсақ, бізде міне мынау шеңбермен сандар жиыны, және де оның сыртында бізде не бар? Комплекс сандар бар деген сөз. Комплекс сан бізде латын әрпімен үлкен С әрпімен белгіленеді. Енді қараңыздар, мынау теңдеудің түбірі бізде x квадрат плюс 1 тең 0 болды. Әрі қарай шығарған кезде бізде нақты түбірі болмағандықтан біз осы сызбастайық. Мына жақта мысалы рационалмен және де көкпен көрсетіп қояйық. Мына жақта бізде комплекс санның түбірлері. Яғни түбірі комплекс саннан болды деген сөз. Келесі, енді қараңыздар, дәрежеге байланысты есептер келеді. Мысалы, и-дің бір дәрежесі білесіңдер и-ға тең, и квадрат минус 1, яғни и-дің кубы бізде и квадрат көбейтілген и. Яғни ол тең болады минус и-ға. И-дің 4 дәрежесі, ол яғни бізге минус и-дің квадратын береді, яғни 1-ге тең деген сөз. Енді осылай и-дің 5 дәрежесін, и-дің 6 дәрежесін, және де и-дің 7-8 дәрежесін жазып көрсетіп қояйық. 7 дәрежесі минус и-ға, 8 дәрежесі 1-ге тең. Яғни байқап отқаныңыздай, әрбір 4 реттен кейін мәндерін істеп отырады, қайталанып отырады деген сөз. Міне и-дің 1 дәрежесі бізде и-ға тең, и квадрат минус 1-ге, и-дің кубы бізде минус и-ға, и-дің 4 дәрежесі 1-ге. Яғни оны деген сөз 4-ке бөлген кезде қандай да бір санды қалдығы бойынша қараймыз деген сөз. Егер де қалдығы бір қалдық болса, яғни бізде просто и, жай ғана и шығады деген сөз. Мынандай кесте жазып қойық, осы кестені жаттап алыңыздар. Бір қалдық болса и, 2 қалдық болса минус 1, 3 қалдық болса минус и, және 0 қалдық болса и-ға тең деген сөз. Қоршап қойдық, міне осы кестені жаттап алсаңыздар болады. Үстіне жазып қойық, 4-ке бөлгенде. Міне 4-ке бөлгенде көріп отқаныңыздай, әр 4 рет сайын мәндерін істеп отырады, қайталанып отырады. Мысалы, и-дің 7 дәрежесін алатын болсақ, бізде 7-ні 4-ке бөлсек 3 қалдық шығады. 3 қалдық, яғни ол бізде минус и-ға тең деген сөз. И-дің мысалы 93 дәрежесін алатын болсақ, бізде 93-ті 4-ке бөлген кезде қалдығымыз бізде 1-ге тең болады. 1 қалдық, яғни и-ға тең деген сөз. Сол секілді 162-ні табатын болсақ, 160-ті 4-ке бөлсек 160 бөлінеді, қалдығы 2 болады. 2 қалдық, ол бізде минус 1-ге тең деген сөз. Міне осы кестені жаттап алу керек. Енді біз комплекс санның алгебралық түрін жазайық. Міне z бізде x қосылған y деп жазылады. Яғни бұл бізде алгебралық түрі. Осы жердегі x дегеніміз нақты бөлігі, y дегеніміз жорамал бөлігі. Яғни x пен y ол бізде нақты сандар. X нақты бөлік, y жорамал бөлік. Енді келесі жағдайда қарастырамыз. Осы комплекс сандарды 4 амалға қатыс қалай болады екен, яғни қосу, азайту, көбейту, бөлу. Комплекс санды комплекс санға қосатын болсақ, көбейтетін болсақ, азайтатын болсақ, бізде тағы да комплекс сан шығады. Мысалы, міне бізде екінші комплекс санды жазып қойық, ол бізде с қосылған и көбейтілгенді, с дегеніміз нақты бөлік, т дегеніміз жорамал бөлік. Бірінші қосуды қарастырайық. Яғни осы екі комплекс санды қосу керек. Байқап отырғаныңызда біз x пен с-ны қостық, және де y пен d-ны қостық. Яғни нақтысына нақты, жорамалына жорамал қосылады. Мысал келтіретін болсақ астына, міне қарап отырсаңыздар, нақты бөлігі бізде 2, 2-ге 5-ті қосамыз 7, 3-ке минус 7-ні қоссақ, бізде шығады минус 4. Сонда комплекс сандарды қосатын болсақ, бізде комплекс сан шығады деген сөз. Мысалы, азайтуды қарастырайық. Тура осы сандар осы жерде де осы ереже қолданылады. Яғни нақтыдан нақтыны азайтамыз. 2-ден 5 азайтсақ минус 3, минус 3-ке азайтсақ минус 7 қосылады да 10 и болады. Яғни азайтындысы комплекс санды береді. Көбейтіндісі жақша көбейткіштер түрінде жазып аламыз. Одан соң мүшелік көбейтеміз. 2-ні 5-ке 10,
2-ні 7-ге көбейтетін болсақ, бізде шығады минус 14, 3-ті 5-ке плюс 15i және де минус 21i квадрат. i квадрат өздеріңіз білесіздер минус 1-ге тең. Сондықтан i'ларды есептеп алсақ, i'дің өзі ғана қалады да минус 21 плюс 21-ге айналады. Яғни көбейтіндісі 31 қосылған i'ді береді. Көріп отқаныңыздай, комплекс сандар көбейтіндісі комплекс санды береді. Келесі енді бөлуді қарастырайық. Бөлуді қарастырмастан бұрын бірінші біз рет түйіндес деген түсіндірейік. Түйіндес дегеніміз z-тің төбесіне сызықша жазылады. Яғни жорамал бөліне қарама-қарсы санын аламыз. Яғни жорамал бөліктің алдындағы коэффициенттің таңбасы қарама-қарсыға өзгереді деген сөз. Енді осы түйіндес комплекс сандардың көбейтіндісін көрсетейік. Міне жазып қойдық. Жақша көбейткіштер түрінде жаздық. Енді жақшаны ашатын болсақ, бізде не шығады? x квадрат азайтылған y көбейтілген i'дің квадратын береді. Өткені бұл бізде a плюс ба, a минус ба, яғни қысқаша көбейту формуласы. Осыдан шығатыны міне бізде көбейтіндісі қосындысына айналады деген сөз. Мына комплекс санның алгебралық түрі. Алгебралық түрдегі комплекс сан. Енді бөлуді қарастыратын болсақ, мысалы z1-ді z2-ге бөлейік. Бөлген кезде біз қолданамыз түйіндесін, яғни алымында бөлімінде түйіндесіне көбейтеміз. Түйіндесі бізде 5 минус 7i'дің түйіндесі 5 плюс 7i болады. Енді алымын мүшеліп көбейтетін болсақ, бізде шығады 10 қосылған 14i қосылған 15i минус 21. Неге минус 21 екен білесіздер, i'дің квадраты минус 1-ге тең деген сөз. Енді бөлімінде бізде қысқаша көбейту формуласымен a квадрат плюс b квадрат шығып тұр, яғни 25 плюс 49. Енді оны осындай түрге келтіріп аламыз. Алгебралық түрде комплекс санға айналдыру үшін жеке-жеке 74-ке бөліп шығамыз. Яғни көріп отырғаныңыздай бөліндісі де бізге нені береді? Комплекс санды береді деген сөз. Әрі қарай енді керісінше бөліп көрейік. z2-ні z1-ге. Түйіндесі бізде 2 минус 3i болады. Алымды мүшеліп көбейтетін болсақ, бізде 10 минус 15i минус 14i және де минус 21 шығады. Бөлімінде бізде 2-нің квадраты қосылған 3-тің квадраты шығады. Сонда бізде алымын есептейтін болсақ, бізде минус 11 минус 29i бөлінген 13 болады. Мүшелеп оларды бөліп шығамыз. Сосын алгебралық түрдегі комплекс санға айналдырамыз деген сөз. Енді әрі қарай біз қарастырайық мынандай комплекс сандар қасы теңдеулер кездеседі. Мысалы, комплекс санға теңдеулер келместен бұрын, мысалы мынандай жағдайда қарасақ, квадрат теңдеу егер дискриминант 0-ден кіші болса, біз жазатынымыз нақты шешімі жоқ деп. Бірақ оның комплекс түбірі бар. Комплекс түбірі бар деген сөз. Мысалы келтірейік, x квадрат минус x минус плюс 5-ті алатын болсақ, бізде дискриминантымыз 0-ден кіші болып кетеді. Есептейтін болсақ, өзі дискриминанттың формуласы бізде b квадрат минус 4ac. Есептейтін болсақ, 1 азайтылған 20 бізде минус 19 шығады. Минус 19-ды біз қалай жазамыз? Минус 1 көбейтілген 19 деген сөз. Ол не деген сөз? Минус 1 i квадрат, яғни 19 i квадрат. Енді түбірін тапқан кезде дискриминанттың, яғни біз дискриминанттың квадрат түбірін аламыз, сол кезде бізде 19 i квадрат. Ол жерден i шығып кетеді, 19 қалып қояды. Яғни 1 плюс минус түбір асты 19 көбейтілген i бөлінген 2 шығады. Енді осыны екі жағдайын қарастырамыз. Яғни плюс пен минусты бөлек алатын болсақ, бізде 2-ден 1 қосылған түбір асты 19 бөлінген 2i мен 2-ден 1 азайтылған түбір асты 19 бөлінген 2i шығады. Яғни 2 комплекс түбірі бар деген сөз. Енді комплекс сандар қатысты осы теңдеулерді қарастырайық. Мынау бізде квадрат орынсыз теңдеу. Яғни x квадрат бізде минус 6-тан 1-ге тең деген сөз. X квадратымыз, яғни 6-тан 1 көбейтілген i'дің квадрат деп жазуға болады. Квадратты бірге алатын болсақ, бізде шығады плюс минус 1 бөлінген түбір асты 6i. Әрі қарай енді
x квадрат, яғни осыдан сіздер жаттап алатын зат x квадрат минус a-ға тең болса, бізде x тең болады плюс минус түбірасында a көбейтілген i. a бізде міндетті түрде 0-ден үлкен болу керек, өйткені 0-ден кіші болса, оның уже нақты түбірі бар деген сөз. Так, келесі. Енді бізде мысалы ОБТ-да осындай есептері кездеседі. Яғни комплекс сандарға қатысты теңдеулер. Бұның теңдеу екі айнымасы бар, яғни бізге x пен y табу керек. Екі комплекс санның қосындысы түрінде берген, және де ол тең болады 2 азайтылған 3y. Енді осы жерде қарап отырсақ, біз комплекс сандарды қосқан кезде нақтысын қосатынбыз, жорамалына жорамалын қосатынбыз. Сәйкесінше нақты бөліктердің қосындысы 2-ге тең болу керек, жорама бөліктердің қосындысы минус 3-ге тең болу керек. Оны жеке теңдеулер жүйесі түрінде жазбасақ болады. Біріншінде 7x плюс 5 2-ге тең, 2 плюс y минус 3-ге. Осыдан жеке-жеке x пен y-ті таба аламыз. Яғни x тең болады минус 7-тен 3, y тең болады бізде минус 5-ге. Міне біз түбірлерін таптық x пен y-тің. Енді орнына қойып тексеріп көрсек болады. Қосқан кезде бізде минус 3 5-ге қоссақ 2 шығады. 2-ге минус 5, яғни минус 5-ті азайтатын болсақ минус 3. Яғни айтылған заттар шықты, значит, біз тапқан x пен y-іміз дұрыс деген сөз. Кешірім сұрайым. Енді әрі қарай шығаратын болсақ, бізде мынандай координаталық жүйе түрінде жазайық. Біріншіден комплекс сан. Осы жерде міне x және y осьтары, x дегеніміз жаңа айтқандай нақты бөлігі. Нақты бөлігін біз z деп көрсетеміз. Ол ағылшынның реал деген сөзінен шыққан, және жорама бөлік imaginary деген сөзден шыққан ағылшынша. Яғни y осі жорамал бөліктікі, x осі нақты бөліктікі. Жазып қойық. Мысал ретінде бізде комплекс сан 3 қосылған 2y болсын. Яғни нақты бөліктен 3-ті тауып аламыз, жорамалынан 2-ні табамыз. Қосқан кезде міне мынау нүкте пайда болады. Осы нүкте дегенге қашықтық, ол бізде комплекс санның модулі болады. Бізде комплекс санның модулі дегеніміз ол яғни коэффициенттердің квадраттап қосу. Пифагор теоремасы бойынша. Бізде түбірасында 9 қосылған 14, түбірасында 10 шығады. Міне бізде тік бұрышты 3 бұрыш. Пифагор теоремасы, яғни катеттары 3 пен 2-ге тең деген сөз. Сонда гипотенузы тапсақ, ол бізде комплекс санның модулі болып шығады. Яғни модуль ішіндегі z неге тең болады? X квадрат қосылған 2y квадрат. Осыны жаттап алыңыздар. Енді келесі жағдайды қарастырайық. Мысалы z тең 2 минус 5y. Осы жерде нақты бөлігі бізде 2-ге тең, жорамал бөлігі минус 5 деп тұр. Яғни біз астыға кетеміз деген сөз. Тағы да осылай сызып қосып аламыз. Сол кезде міне бізде тікбұрышты үшбұрыш катеттері 5-ге тең және де 2-ге тең. Енді біз модулін таба аламыз. Модулі бізде тең болады 2-нің квадраты қосылған минус 5-нің квадраты, 4 қосылған 25, яғни түбірасында 29 шығады деген сөз.